обучение барлықтарыңызға қайырлы кеш. Менің тапқан платформам iMarketing платформасы. iMarketing платформасына ақша сала отырып, партнерлермен жұмыс жасай отырып, ANB Network жақтан табыс тауып отырады екенбіз. Негізі бұл платформаға мені осыдан 1,5 жыл бұрын шақырған. Мен ол кезде информацияны дұрыс қабылдамаймын. Әрине, сөйтемін да бұған кірмей қоямын. Оказывается, бұл интернет нарығында қазіргі таңда ең тренд платформалардың бірі деп айтуға болады екен. Уақытысында осы бизнесті бастаған, мені шақырған бизнеске Макс Новошельский деген Польшаның жігіті. Қазір каналына кірсем, әлі осыны айтып отыр да. Мен оны білем. Ақша жоқ жерде ол өмірі байлап қойсаң да жүрмейді. Қалай ақша төлейді, сол жерде жүреді да ол. Ол кәдімгі партнерлармен қатты жұмыс істейді. Сосын барып соның каналын көргеннен кейін, осы бизнеске шақырған адамдардың структурасына тіркелгеннен кейін, бұл жердегі табыс алып жатырған бәрін көрсетті да маған. Соның бәрін көргеннен кейін, қайталап айтам, июнь айында бар жоқ $20 салдым. Оны мен сіздерге мына жерден көрсете алам. Пополнение деген кнопканы басып, кабинеттен история пополнениені көрсете аламын да. Мына жерде қарасаңыз, міне Пайырдан $20 тұр. Осыны ғана салған ғой, басқа ақша салмағам. Содан кейін артынан ол 6 июль еді. Одан кейін 15 июль күні, уже бір апта өткеннен кейін эфирим салам. Бұл эфиримді, бұл жерде эфирим тұрғанымен, ең бастысы салған ақшам менің $100 еді. Кабинетке түседі, ол $99.52 болып қалады, мынандай рекламный баланс дегенге түседі. Бірінші кезекте біздің салған ақшамыз рекламный балансқа түседі, между слов айтып кете берейін. Рекламный балансқа түседі. Осылай, мысалы, менде 0 болып тұрса, балансқа салған кезде менің салған ақшам түседі. Одан кейін барып, ол жұмысқа 48 сағатта іске қосылады. Жұмыс дегеніміз біздің жаңа робот деп айтып отыр ғой, маркетбот робот деп отыр. На самом деле ол робот деп айтылғаны болмаса, ол кәдімгі программное обеспечение. Оказывается, бұл платформа табысты қайдан табады? Мен мына жабылып қалмасын, қайта ашып тұрайын. Бұл платформа табысты қайдан табады? Мысалы, біз интернетті ашсақ, YouTube-ты ашып, қарап отырсақ, бізге рекламалар шығып кетеді ғой. YouTube пен Google негізі реклама арқылы жаңағы онлайн площадкаларға, мысалы, онлайн площадкалар Alibaba, AliExpress, тағы да басқа біз білмейтін онлайн площадкалар өте көп, соларға клиент тартады екен, YouTube пен Google. Оның барлығын мен просто YouTube продвижение деген обучениеге қатыстым, сол жерде айтып жатыр. Естіп, шынымды айтайын, бұрын соңды ондай ақпаратты естімеген соң, біз мысалы YouTube арқылы ақша табады деген мен естіген болмаса, бұлар қалай табады деп ойлайтын, просмотрдан табады деп ойлайтын. Оказывается, тек қана просмотр емес, ютуберлер, блогерлар, мысалы, жаңа знаменитый блогерлер болып кеткендердің барлығы просмотрдан бөлек ақша, плюс еще рекламадан табады екен. Мысалы, бір продуктыны подписчигіне қарайды екен да, сол продуктыны реклама жасаса, соған ақша төлейді екен. Тур сол сияқты бұлар именно сол бизнесті қолға алып, рекламный бюджетке, мысалы, біз сияқты, мысалы, біз инвесторлар өсетеміз, біз саламыз рекламный бюджетке ақша. Сөйтіп та табыс бұл жерде екі жаққа кетеді. 55% бізге береді екен платформа iMarketing, ар жағында 45%-ті өзіне алады екен. Енді қараңыз, табысты қалай табамыз? Біз салған ақшамыздың депозитіміз, например, біздің $100 болатын болса, айына 25-30% табыс түсіп отырады екен долларда. Одан кейін соны көргеннен кейін мен $100 салдым. iMarketing туралы негативтар да бар, мен сразу айтамын сіздерге. Себебі бұл платформа бұрын, осыдан 2,5 жыл бұрын бір жұмыс жасап, одан кейін жұмыстары тоқтап қалады да, оны қайтадан восстановить етіп, қалпына келтірген кезде, мынау әсіресе ANB Network, менің кірген платформам осы негізі. iMarketing пен келісім шартқа отырып, қазіргі таңда жұмысын бастап жатырған кезде, осыдан 2 ай бұрын, жаңа мен кірдім ба, шілде айында, июль, август айында 2 ай бұларды тағы да блокировка қойып тастайды Роскомнадзор. Содан кейін жұмыстарын қайтадан қалпына келтіріп, сентябрь айынан бастап жұмыстары восстановление болды. Оны мен сіздерге неге олай деп айтам, себебі менде статистика бойынша баяғы салған $100 именно кіргеннен кейін тоқтап қалады да жаңағы. Сөйтеді де, мына өздеріңізге көрсетіп отырмын мынаны. Былай істей салайын. Міне жаңағы салған ақшам 9 күн жұмысқа түсті, 10-ы прибыль алып келді, 11-і прибыль алып келді да, содан ары қарай алды да тоқтатты да қалды. Көрдіңіздер ме? 7-сінен бастап іске қосылды. Қайтадан 7-сі 0, 8-ден бастап іске қосылды. Ал енді бұрын осы iMarketing'ге кірген адамдар, бұлардың
енді адамдардың миы негізінде біздің қоғам әлі интернет арқылы табыс табуға дайын емес екен. Кстати, бүгін бір информация естім. Біздің Қазақстанда 100% халықтың 2% инвестициядан табыс табады екен. Бүгін ғана естідім соны. Ал Европада, Америкада 60% халық инвестициядан табыс табады екен. Салыстырмалы түрде біз қайда артта қалып кеткенбіз. Сол сияқты халықтың миында бұл лохотрон болып қалып кетті да, тағы себебі олар ақшасын салды, ақша мына жерде қалып кетті. Мен оны енді сіздерге прям открыто айта аламын. Мысалы, мына жердегі тұрған менің кэшбэк ожиданием бәрі астына түсіп кетті, мына қараңыз. Ваш кэшбэк ожидание деп. Сөйтті да оны протект в ожидании деп, мына қор ғой, өздерінің қоры. Протект в ожидании. Бұл жерде сонда ақшамыз біздің қайдан келеді? Таргетированный рекламадан келеді. Біз таргетированный рекламаға ақша салдық, содан түскен пайдадан келеді екен, Сұрақтарыңыз болса қоясыздар тағы. Содан кейін күнделікті салған ақшаларыңыз, жаңағы статистика бойынша, мысалы мен қазір сіздерге көрсетіп отырмын, күнделікті осылай маған түсіп бастады. Осы ақшаның бетіне қарап отырғам, жаңа мынау жүріп жатыр ғой, мынау түсіп жатыр ғой деп бетіне қарап отырған кезде менің роботымдағы ақша тоқтатты да қалды. Оны сіздерге қалай көрсетеміз? 6-сына дейін жүрді. Міне, 6 октябрьге дейін менің баяғы $100 күнделікті осылай кэшбэк әкеп тұрды да, сөйтті да 6-сынан бастап тоқтап қалды. Себебі мен ішіндегі ақшасы, мен енді ақша салған жоқпын, менде де қорқыныш болды да. Жаңағы сөйтті да арада мен уже партнерларға айтып түсініп, арада 5 аккаунтты қойып сөйтіп жүргенде менің роботым тоқтап қалды. Енді қараңыз, робот тоқтап қалған кезде менің жаңағы структурамды дамытам ғой енді ары қарай, структурамды дамытқан кезде олардың салған ақшасынан маған түспей қалады екен, жаңағы рефералка түспей қалады екен. Сөйтіп ол рефералка түспей қалды. Содан кейін барып уже өзім білдім да, маған негіз айтқан, бірінші аккаунтыңда ең азы $150 тұрсын, робот тоқтамасын деген, мысалы мен мына жерде көрсетем, моя реклама дегенде статус робота в работе деген тұру керек. Менікі выключен болып қалды. Пока мен ақшаны салып, ол ақша жұмысқа түсем дегенше 1 апта уақыт кетті. 1 аптада, мысалы, структурамнан адамдар қосылып жатыр ғой, оның товар обороты маған қосылмай қалды да, ANB Network-тан. Маған қосылмай қалды ANB Network-тан. А мына жақта iMarketing-те қосыла береді. Енді қараңыз, ANB Network деген платформа екеуін қазір байланыстырып айтып кетем. iMarketing-тан біз артымыздан адам тіркесек те, тіркемесек те, өзімізге кэшбэк алып отыра береміз ғой, мына жерде кэшбэк. Артымыздан структурамыз болса да болмаса да бізге кэшбэк түсе береді. Күнделікті жүре береді, себебі жаңағы не бойынша, енді интернетте бизнес жүріп жатыр ғой, самое главное, сіздің ақшаңыз оборотта кетіп жатыр. Мынау площадкаларды, онлайн шопинг дегенді басып, мынау онлайн площадкалардан табыс тауып жатырған кәдімгі реальный платформалардың екенін көзіміз жетеді. Содан кейін бір ютубердің видеосын көріп отырсам, ол алды мына ішіне кіріп кетті да, мынау туралы ақпараттың барлығын айтып отыр. Міне осындай, біз осылай тексердік деп. Енді шыны керек, бұны тексеруге менің миым жетпейді, оған уақытын да кетіргім келмейді. Себебі мен уже біліп отырмын платформаның қалай жұмыс жасайтынын. Менің аңдып отырғаным баяғы Макс Новошельский. Соның несіне кірем, ВК-сына жұмыс жасап жатса, бұл ақша бар жерде отырады. Ақша жоқ болса отырмайды. Пысығын қара деп қоямын да, ары қарай өзімде соның видеоларын қарап тыңдап алам да, сөйтем да оны өзім кабинетімді ашып қарап, көзімді жеткізіп, ары қарай осылай видео түсіріп, YouTube арнаға жайлап қойып жатырмын. Плюс еще YouTube арқылы партнерлар жайлап келіп жатыр. Қызығып. Вообще, мен танымайтын адамдар келіп жатыр қазір. Мен айтып қоям, бұл деген нормальный жетістік өз-өзіме. Пока әлі аз болады енді, соған да шүкір. Ең бастысы iMarketing бізге астымыздан структурамызды қоссақ та қоспасақ та табыс беріп отыратын платформа. Салған ақшамызға қарай бізге депозитімізге табыс береді. Ол деген сөз, ең аз $100-ға 30% болса, $500-да 50%, $1000-ға айына 100%, 300%-ке дейін кетеді екен. Бұл жерде ше, $10,000 салған адамдар 350% айына алады екен. Ары қарай енді сіз iMarketing-тан астыңыздан адам тіркесеңіз де, тіркемесеңіз де табыс алып жатырғаныңызды маркетинг арқылы, енді бұл жақта енді өзіңізге жаңағы стратегический жоспар құрып, стратегиялық жоспар құрып, өзіңізге ANB Network жақтан уже партнерді тіркеп бастасаңыз, сізге платформа олардың салған ақшасынан, мысалы, мен өзім кірдім $150-ға,
астыма 2 пустой аккаунт тіркедім, ол туралы видео бар менде. Бірінші кабинеттеріңіз бар ғой, бірінші главный кабинеттеріңіз астына сол кабинеттің сілтемесімен 2 кабинет ашасыздар. Ол пустышка, ішінде ақша салмайсыздар. Сол екінші, үшінші кабинет ашасыздар. Екінші, үшінші кабинеттің рефералды сілтемесімен екінші кабинеттің астына 4-ші кабинетті, үшінші кабинеттің астына 5-ші кабинетті тіркейсіздер. Оның бәрі сіздің кабинеттеріңіз. Сосын 4-ші, 5-ші кабинетке өзіңіздің основной депозитіңізді салсаңыз болады. Егер мүлдем ақшаңыз жоқ болса, жаңа нөлден ақша тұрғызуға болады бұл жерде. Значит, сіз аласыз да, өзіңізде кабинет ашып қойдыңыз да, болды, ақшасы барларға реклама жасай бересіз. Сонда олардан түскен 5% сізге iMarketing жақтан 5% жаңағы не болып келеді? Кэшбэк болып келеді. Ал мына жақта сізге пока товарооборот ол бермейді. Неге? ANB Network. Себебі сізде депозит жоқ. Ал енді сіз қалай өзіңіздің депозитіңіз iMarketing жақта іске қосылғаннан кейін, мына жақ уже сізге товарооборот бере бастайды. Мына жақ деп айтып жатырған ANB Network. Бұл жақ именно маркетинг акцент қойып отыр. Сонда бұл жақ товарооборотты сізге берген кезде, мысалы мен мына жерде көрсетіп отырмын ғой, міне PRTN деген, мен өзім тікелей дәл қазір осы PRTN деген өзім түсінбейтін ашатынымда, мына PRTN несі мынау? ANB-ді білем, олардың ішкі монетасы. Мен баяғыда бұған кіргем деп отырмын ғой. Ішкі монетасы, бұлардың платформаның өзінің монетасы. Ал енді PRTN деген, оказывается, менің кіргізген партнерымның депозитінен мен iMarketing-тан жаңа бонус алам, кэшбэк алам, 5%. Параллельді түрде мынау ANB Network-тан да тура сол сомаға мына жақтан да кэшбэк алады екенбіз. Енді бонус аламыз, кэшбэк деп айтпаймыз бұны, бонус деп айтамыз. Енді қараңыз, бұл жақта сіз өзіңізге 5 кабинет аштыңыз ғой. Сіз партнерді 4-ші, 5-ші кабинетке тіркеп жатырсыз. Себебі мен енді бастап жатыр, мен оны көріп отырмын да салыстырмалы түрде. Значит, 4-ші, 5-ші кабинет менің тіркелген партнерымнан 5% жаңағы бонус алатын болса, менің жоғары жақтағы 1-ші кабинетім соның арасындағы айырмашылығын алады екен. Мысалы, мен ол жақта дәрежем мына жерде қазір сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп кетейін, как заработать маркетинг бойынша. Мысалы, мен 4-ші, 5-ші кабинетім агент әлі. Товарооборот жоқ ол жақта. Ал 1-ші кабинетім ведущий агент болып кетті. Көрдіңіз ба? Агент пен ведущий агенттің арасында проценттері жаңа бөліп тұрады. Ведущий агент, мен мысалы 6%-ке шықтым 1-ші аккаунтым. Ал қалған 4-ші, 5-ші аккаунттарым, олар 5%-те тұрды. Енді қараңыз, маған партнер кірді, депозитін салды, менің 4-ші, 5-ші аккаунтым сол салған депозиттен 5% табыс тауып отырса, ал менің 1-ші кабинетім баяғы, ол арасындағы разница 1%-ін ұстап отыр. Оны мен сіздерге мына жерден көрсете аламын. Партнеры дегенді басамын, сөйтемін да транзакция дегенді басамын. Мен ол ақшаны шығарып алдым ғой, сондықтан ол уже менде жоқ та, ол негізі активы PRTN дегенде тұрады. Ол 1 PRTN $1 тең. Оны моментально сіз биткоинға, эфириумға, тезерға шығара аласыз. Биткоин, эфириум деген криптовалюта, тезер деген цифровой доллар. Бұлардың бәрі цифровой кошелектер. Енді қараңыз, менің баяғы кіргізген партнерларым, мысалы уақытында мен мына аккаунтты 5% кезінде мына партнерлардан 5% табыс алып отырсам, мына тікелей өзім партнерларым 6%, 5% дегендер. Ал енді разница менің партнерім мынау, мысалы мынау ең астындағы партнерім, мысалы Ерболат Махамбет менің ең астындағы өзімнің жеке партнерім болса, оның структурасына кірген депозиттен менің именно 1-ші аккаунтым уже 1% табысты алып отырады. Көрдіңіз бе, міне 1% алып отыр уже. Сонда бір рет депозит ашқан партнердан сіз 2 аккаунттан табыс тауып отырасыз. 2 аккаунт, біреуі 1-ші аккаунт, екіншісі 4-ші аккаунт. Осылай сіз өзіңіздің табысыңызды одан да ары қарай еселейсіз. Сіз ана жақта iMarketing-ті айтпағанда. Плюс еще ары қарай енді түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсініксіз болса, сұрақтарыңызды қазір қоясыздар. Содан кейін, мысалы мен VIP агент болып, ведущий агент 4096 товарооборот жапқан кезде менің партнерларымның салған ақшасы ғой, товарооборот деген. Сол 4096-ға жеткенде 2 линия тең болу керек. Мысалы, мына жақта бір партнер, екінші жақта бір партнер, екеуінің товарообороты 4096 болған кезде мен уже $100 бонус аламын. Компания өзі $100 береді. Ары қарай осы 4096-ның үстіне тағы бір 4096 оборот жасасам, значит, мынау товарооборотым күймейді, үстіне қосылып кете береді. Ол деген сөз, уже мен 8192 жапқан кезде
$500 товарооборот маған келеді, плюс еще мен 7%-ке шығамын. Значит, өзімнің тікелей рефералтымнан 7% алып отырамын. Ол депозит салады, ары қарай уже 7% мен ала беремін да. Анау жоғары жағында ведущий менеджерге барған кезде мен уже 10,5%, VIP менеджерге барғанда 12%. Ал енді структурам менің 5% тауып жатса, мен VIP менеджер болған кезде одан 7% алып отырамын. Сонда мен структурамнан да көп алып отырамын да. Товарооборот өскен сайын ол үстіне қосылып кете береді. Осымен осындай аккаунттардың қазіргі таңда өзіңізге бесеуін аша отырып, оның үшеуі рабочий болады, ана ішіндегі 2 мен 3 ол кішкентай әшейін. Сіз ана 4 пен 5-тен түскен өзіңіздің депозитіңізден өзіңізге 2 мен 3-ші кабинеттеріңіз сізге iMarketing жақта кэшбэк беріп тастайды екен да, соны депозит ретінде ашып қойсаңыз болады, рекламный бюджетке қойып, болмаса шығарып алсаңыз да болады екен. Осылай сіз өзіңіз жаңағы өз ақшаларыңызға өзіңізге товарооборот бере отырып, осылай тапқан табысыңызды долларда шығарып отырады екенсіз. Мынау жаңа активы дегенді, мысалы мен мына жерде ақшам болатын болса, мына ПРТН болатын болса, менде қазір 0 ғой. Мен мысалы биткоинға, эфириумға міне көрсетіп отырмын. Tether ERC20-ға шығарып алады екен. Tether ERC20 мен жоғарыда айтып кеттім. Блокчейннің, эфириумның блокчейніндағы цифровой долларға. Мен көрдіңіз ба? Сіз ақшаны iMarketing жақтан да тауып отырсыз, плюс еще ANB Network жақтан да осылай тауып отырады екенбіз. Осымен бұл жаңағы, выводты айтайын, вывод 24 сағаттың ішінде түседі. Қазіргі таңда платформа өзінің жаңағы платежный системаларын қосып жатыр екен. Әр елдің өзінің мына жақта бір микрофон қосылып кетті. Әр елдің жаңа платежный, жаңа мысалы бізде Каспи бар, мастер бар ғой, мастер виза карттар бар ғой. Сол мастер виза картта мына жақта вывод жұмыс жасамайды екен, мастер виза картқа енді қосып жатыр екен. Сондықтан дәл қазір жаңа вывод әлі пока 24 сағатта түспей жатыр. Осы 3 күн болды, кешігіп жатыр уже вывод. Сондықтан осындай ерекше платформа екен. Бұның маған ұнағаны iMarketingке өзіміздің ақшамызды салып, бұйырса Құдай қаласа табысты өзімізге шығарып аламыз. Құдай қаласа салған ақшамызды, чтоб болашақта қорықпай, үрікпей жұмыс жасау үшін. Енді бар ғой, енді іште әр адам пенде болғаннан кейін күдіктеніп жүреміз ғой біз. Мынау қалай болар екен деп, сондай күдіктің алдын ала жойып тастау үшін салған ақшамызды шығарып аламыз. Партнерларға да солай жеткіземіз. Плюс еще мына жақтан параллельно өзіңізге ПРТН түсіп бастағанда сіздің табысыңыз iMarketingтен де мына жақтан да сіз жай шығарып аласыз. Ең бастысы дұрыс түсініп жұмыс жасасаңыз. Содан кейін жаңағы мынау бонусыңызды да бұйырса осылай шығарып аласыз. Содан кейін ары қарай уже сіздің жаңағы товарооборотыңыз үстіне қосылып, осылай кете береді екен. Мен өзім де бұйырса, Құдай қаласа, мына $100 бонусқа енді келе жатырмын. Осылай, сосын айтпақшы, кабинеттеріңізді, мен ең главныйды айтпаппын, жаңадан кірген кездеріңізде, кабинеттеріңізде сразу аутентификатор қосып алыңыздар. Аутентификатор деген настройка деген кнопканы басып, мына жерде сразу шығады, двухфакторный аутентификация деген. Менде қосылу тұр, қосылу тұрмағанда менде былай болып тұрады. Звук уведомление деген көріп отырсыздар, осы сияқты өшіп тұрады да, соны басып, жаңағы өздеріңіздің телефондарыңызға Play Market арқылы аутентификаторды жүктеп аласыздар телефондарыңызға. Содан кейін мынаны басқан кезде код шығады, QR кодпен қасында шифр шығады, шифр. 16 цифрадан тұратын, ағылшынша цифрлармен жаңағы буква әріптерден тұратын. Соны өздеріңіз прям суретке түсіріп алыңыздар, жазып алыңыздар блокноттарыңызға, плюс еще распечатка жасаңыздар, документ ретінде үйге сақтап қойыңыздар, үйдің документін сақтап қойыңыздар, тур сол сияқты. Сөйтіп, ертең жаңа вывод шығарған кезде, уже кірген кезде де бұдан былай өздеріңіздің кабинеттеріңізді, ақша салған кабинеттеріңізді вообще негізі құлыпта ұстаңыздар. Ана қазақта мақал бар ғой, өз-өзіңе сақ бол, қоңсыңды ұрытпа деп. Сол сияқты өздеріңізге өздеріңіз сақ болып, ары қарай именно осы саламен жұмыс жасасаңыздар, бұйыртса басын осы iMarketing арқылы жұмыс жасап бастасақ, ары қарай криптовалютаның түрін, пока бастапқысы биткоин, эфирим, тезерді, ары қарай уже 10 топ альткоинов дейді ғой, қосымша тағы альткоиндарды қалай кошелекқа сақтау керегін өзім сіздерге үйрететін боламын. Осы жерден тоқтатып, сұрақтарыңыз болса жауап беріп,